Кайырлы кеш, құрметті Бепи компанияның серіктестері және біздің серіктестер арқылы жиналып отырған қонақтарымыз. Бүгінгі қазақ тілді тікелей эфирімізге қош келдіңіздер, достар. Тікелей эфирде біздің Бепи компаниясының өнімдерімен және де ғажайып өнімдерімен, маркетинг жоспарыменен және компанияның иесі жайлы таныстыратын мен Райхан Жаманқұлова Бепи компаниясының серіктесі және де Тараз қаласының тұрғыны боламын, достар. Ал бир жақсы естіліп отырсам, барлықтарыңыз қосу деген белгіні қойып өтсеңіздер, достар, мен жақсы естіліп отырғанымды біліп отырайын. Кеттік, бастадық, достар. Бепи компаниясы 2016 жылы құрылды, достар. Бепи компаниясы болып, оның негізін салушы, негізін құрушы Пэтнам отбасы. Соның ішінде біздің Дэн Пэтнамды барлықтарыңыз білесіздер. Тек қана Европа және Америка елдерінде емес, қазіргі таңда бүткіл әлемде соны дерлік қазіргі таңда тыйымды елдерінде де өте танымал азамат. Миллиардер, достар, осы Бепи компаниясының негізін құруға себепкер болған осындай алып компанияға, ғажап компанияның негізін құрушы біздің Бепи компаниясының иегері, достар. Бепи компаниясы 2016 жылы 11 қарашада құрылды. Штат Ютада біздің өндірісіміз бар. Сол жерден біздің өнімдердің барлығы дерлік тікелей алынады. Ол жерде біздің ортамызда делдал жоқ, делдал болмағаннан кейін жалған өнім болмайды, достар. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар, қазір біз ғажайып өнімдермен таныстыратын боламыз. Бепи компаниясы 2017 жылдың 15 қарашасында ой, кешіріңіздер, достар, мен қайттан бастауыма тура келді. Ой. Так. Так. Бастай берейін, иә. Бепи компаниясы, достар, әлемдік нарыққа бірақ өнімменен өзін паш етіп көрсеткен компания. Ол біздің қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бұл біздің күндізгі тамақ қоспасы, бұл Elevate өнімі. Біздің өнімдердің бәрі дерлік, достар, ешқандай биологиялық активті қоспа емес, ешқандай дәрі емес, барлықтарыңыз біліңіздер, достар, және де ешқандай дәрумендер емес, достар. Бұл бізге керек. Біздің ағзамызға керек жасуша өнімдер, достар. Сондықтан бір деген уақытта 2017 жылдың басында Elevate өнімін нарыққа шыққан кезде бірақ өнімді. Бұл өнімді бір деген уақытта 180 мемлекет қабылдады, достар. Қазіргі таңда 100-ден аса мемлекет осы өнімді қолданып, көптеген адамдар нәтиже көріп отыр. Тамаша нәтижелерге ие болып жатыр. Сондықтан біздің өнімдердің барлығы ең бірінші нарыққа шығар кезде өздерінің құжаттарын ала шығады. Ол біздің халал, веган, кашер сертификаттары, GMP, ICO сертификаттары, FDI, NASA сертификаттары және Америка құрама штаттары, Швейцария, Германия, біріккен сертификаттар және де Юта штатының сертификаттары да ол әлемдік сертификатқа жатады. Өйткені неге десеңіздер, өйткені ол сол жерден біздің өнімдер өндіріледі. Сондықтан біздің өнімдер әлемге тарап жатқаннан кейін бұл әлемдік сертификатқа да жатады. Және де әрбір елде өздерінің құжаттарын алып жатыр. Әлем бойынша құжаттарын алып, өздерінің сертификаттарын алуда. Сол сияқты біздің Қазақстанда, өзіміздің қазақ елі де өзіміздің сертификатты алды. Ол халал сертификаты. Міне биыл компаниямызға 10 жыл болады. Осы 7 жылдың ішінде, 9 жылдың ішінде біз 3 рет сертификатымызды жаңалап қойдық, достар. Сондықтан халал, веган, кашер сертификаттары ол міндетті түрде екен. Әлемдік сертификаттары бар және әрбір елде де сертификаттары бар екен. Енді Бепи компаниясының ең бірінші өнімі Elevate'ге келетін болсаңыздар, құрамы өте микро-макро элементтерге, дәрумендерге өте бай, сублимациялық өнім, достар. Сондықтан ешқандай химиясыз, консервантсыз, синтетикасыз өнім, табиғаттан алынған өнімдер, достар. Бір Elevate'тің өзі капсула түрінде келеді. Мына суреттен
карап отурсаңыздар, бир гана өнüm башка компаниялар чыгарып жаткан, бөлөк-бөлөк чыгарып жаткан өнümдү бир гана капсула аткарат десемиз де болот достор. Бир гана өзү аткарылат. Элевейттин курамы көптөгөн саңырауқұлақтар бар. Ол кардицепс, канадермиш, чага, линжи дейді, бакопамания сияқты. Және де микро-макро элементтер, микро-макро элементтер достар. Кешіріңіздер, достар, кешіріңіздер, дауыстарыңызды өшіре тұрсаңыздар. Микро-макро элементтер, достар, көптеген кальций, магний, цинк, темір қышқылы сияқты, және де дәрумендер кешені бар екен. А, Б, С, Д, Е, К дәрумендері, достар. Сонан кейін, достар, элевейттің құрамында күнделікті жеп жүрген біздің жеміс жидектеріміз бар. Ол алма, шие, брокколи сияқты, сәбіз, қызанақ, қияр сияқты, қызылша, көптеген жасыл суперфудтар, достар. Сондықтан элевейт өнімінің құрамы өте бай, микро-макро элементтермен дәрумендерге өте бай, достар. Элевейтті ең бірінші қолданған әрбір адам, достар, ең бірінші күш-қуат сезеді. Бірінші күні, достар. Күш-қуат сезе отырған кезде адамның бойынан стресс кетеді, депрессиядан арылады, достар. Көңіл-күй сыйланады, еңселеріңіз көтеріледі, бір жақсы көңіл-күйде боласыздар. Және де біздің әрбір жасушамызға микро-макро элементтермен дәрумендер тамақтанған барғаннан кейін, достар, сіздің еңсеңіз де көтеріледі, иммунитетіңіз көтеріледі, адам жасара бастайды, және де жасы да ұзара бастайды, ағзамыз тазаланғаннан кейін, достар. Және де есте сақтау қабілеті, есту қабілеттері жақсара бастайды, достар. Мына қан қысымының артуы, төмендеуі, болмаса қант деңгейін, ағзада қанттың деңгейі артуы, төмендеуі болатын болса, солардың бәрін өзінің қалыпқа келтіреді, яғни ретке келтіріп, нормаға келтіре бастайды, достар. Сондықтан мына ең бірінші ғажайып өніміміз, 21 ғасырдың ғажайып өнімі деп аталынады, элевейт өнімі. Мына сіздердің алдарыңызда көптеріңіз қолданып, тамаша нәтижелерге ие болып та жатырсыздар, достар. Мына құрамы. Одан кейін компания бізге тамаша өнімді ұсынды. Ол түнгі тамақ қоспасы Accelerate деп аталынады. Достар, мына суреттен қарап отырсаңыздар, екі түрлі капсула, сырты спирулина, біздің капсулалардың сыртының бәрі спирулинадан, яғни балдырдан жасалынған, достар. Ақ түсті капсуламыз, бұл екеуі біздің түнге қарай ұйқымызды тыныштандырады, мынау жүйке тамырын жақсартады, ұйқының сапасын жақсартып, және де тез ұйықтауға көмектеседі, ағзаны жұмсақ тазартады. Мына ақ түсті капсуланы алатын болсақ, адамды тыныштандырады, достар. Мына нерв жүйесі деп атамыз, жүйке тамырымыз жақсарады, достар. Ал мына күлгін түсті капсуланы болса, құрамында пребиотик, энзим дегенді естіген шығарсыздар, иә, достар. Ол біздің ағзамызға керек микро элементтер, достар. Сондықтан бұл ағзаны көптеген паразиттерден, токсиндерден, шлактардан, керек десеңіздер ауыр металдардан тазартып, таңертең жұмсақ дәретпенен сыртқа қарай шығарып, тазартып шығаратын осы екі түрлі капсула екен. Элевейтке қараған уақытта бұның жұмыс істеу тәсілі де және де құрамы да өте өзгеше, достар. Сондықтан құрамы бұның далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сублимациялық сығындар екен. Яғни бұның құрамы өте бай, достар. Құрамында алоэ вера да бар, расторопша дейді, бақбақ өнімі, сена шөбі, тағы да топинамбур, зімбір, алтай шөбі, сондай сияқты көптеген 36 түрлі шөптердің тамырынан алынған сығынды. Және де ас қорыту балансын жөндейтін, салмақты қалыпқа келтіретін, яғни сіздердің үйдегі тренажеріңіз, осы ұйықтап жатқан кездегі тренажеріңіз Accelerate деп аталады, Accelerate Restore, Accelerate Sleep деп аталынады. Сондықтан бұл екі өнім бізде базалық өнімдер деп аталынады, достар. Мына күндізгі және түнгі қоспалары. Барлығының дерлік құжаттары бар. Одан кейін, достар, сіздер білесіздер, иә, қазіргі таңда осы әлемде ең бірінші орында тұрған ол ауру, ол жүрек қан тамырларынан, достар. Сондықтан қазіргі таңда әрбір үйде болу керек деп есептейміз. Және де бұны кішкентай балғын бүлдіршіндерімізге ден ересек адамдарға дейін қолданады. Бикардио атына заты сай өнім,
таңқурай дәмі бар, арнайы бізге компания сусын жасап берді. Жүрек қан тамыр жүйесін қолдау, төзімділікті арттыру және азот тотығының табиғи түзілуін ынталандыратын осындай тамаша өніміміз бар. Кофеинсіз, синтетикасыз, химиясыз осындай тамаша өнім. Достар, бұл бикардио өнімін қолданғаннан кейін әрбір адам ең бірінші кезде күш қуат сезе бастайды. Мына қан ағымы жақсара бастайды, достар. Ер адамдарға күш қуат бере бастайды. Ал әйел заттарына бұл да мынау біздің жатырларымыздың бәрін тазалап, сыртқа қарай шлактардан, токсиндерден құтқаратын осы бикардио өнімі. Ал кішкентай бүлдіршіндеріміздің қазіргі таңда өте аурулары олардікінде көп, сондықтан біздің кішкентай бүлдіршіндерімізге де қолданатын тамаша өніміміз L-цитрулин, L-аргинин, калий нитраты, долана, қызылша, пиперин, B6, B12 деп жатамыз. Осылардың бәрі құрамында микро-макро элементтер мен дәрумендер кешені бар екен құрамында, достар. Сондықтан қазіргі таңда көптеген жүрек қан тамыры, жүректің ауырсынуы, жүректің бір жаңағы қобалжып тұруы, қан тамырларының жаңағы дұрыс жүруіне, қан ағымының жақсаруына, осындай жүректің жақсаруына, жүректің дұрыс жұмыс істеуіне арналған тамаша өніміміз осы бикардио өніміміз екен. Одан кейін бізге тамаша өнімді компания тағы да ұсынды. Осы қазіргі таңда өздеріңіз білетін шығарсыздар, қазіргі таңда осы акцияда да болып тұр, бізде жеңілдікте болып тұр. Сондықтан белсенді формуламыз бұл органикалық жасыл өсімдіктерден жасалынған тамаша өніміміз, бұл актив гринс деп аталынады. Актив гринс де өзінің жүрек қан тамырларын қолдау және азот оксидінің түзілуін жақсартады, достар. Ас қорытуды жақсартады, ішек микрофлорасын жақсартады, метаболизмді жақсартады, адамға бір күш қуат береді. Бұл да жаңағы адамды стресстерден қорғайды, депрессиядан қорғайды және шаршауды азайтатын осындай тамаша өніміміз актив гринс деп аталынады. Одан кейін, достар, қазіргі таңда мына қыс айы және де көктем айлары әрбір осындай мезгілде адамда тұмаулар басталынады. Сондықтан біздің тамаша өніміміз бұл иммунокод деп аталынады. Қазіргіде атына заты сай, бұның да иммунокод, яғни біздің иммунитетімізді көтеріп, бұрынғы аурулар болса, соның да кодын табатын осындай тамаша өнім, BP компаниясының тамаша өнімі иммунокод деп аталынады. Капсула түрінде, достар, мұны қарап отырсаңыздар, құрамында куркума бар және де 90 капсулаға жететін осындай тамаша өніміміз иммунокод өнімі, достар. Яғни иммунитетімізді өте жоғары көтереді және де туа біткен аурулар болса, кейін алынған аурулар болатын болса, жүре біткен аурулар болатын болса, соның кодын тауып, яғни біздің иммунитетімізді көтеретін осындай тамаша өніміміз бар. Қазіргі таңда, достар, коллаген деген қазір мына өте көптеп коллагенді көп адамдар біліп жатыр, иә. Сондықтан BP компаниясының жаңадан шыққан өнімі бұл эпикслим коллаген деп аталынады. Пинаколада дәмімен аштықты бақылауға және де адамды табиғи формаға келтіруге, бұл да адамға күш қуат бере арқылы біздің мына адамның терісін жақсартады, терісін жалтыратады және де мына шашымызға, тырнағымызға және буындарымызға адамды табиғи формаға келтіретін эпикслим коллаген және де эпикслим кофе деп аталынады. Достар, сіздер кофені де білетін шығарсыздар. Қазіргі таңда дүкендерден алып жүрген кофелерді ішіп жатқан боларсыздар, қолданып жатқан боларсыздар. Ал біздің BP компаниясының эпикслим кофесі бұл тек қана кофе емес, бұл адамның ағзасына пайдалы кофе, яғни коллагені бар кофе, достар. Сондықтан бұл кофені қолданған әрбір адам, бұл да бір күш қуат пайда болады. Қазіргі таңда көп адамдарда, қазіргі таңда жеп атқан тамағымызға байланысты, мына ауа райына байланысты, көп адамдарда стресстің арқасы ма, депрессияның арқасы ма, сондықтан көп адамдарда мына күш қуат жоқ, яғни энергия жоқ. Бұл эпикслим кофе энергияны беру арқылы адамды бір салмағымызды, иә, достар, бәрін
Достар, бұл өнім адамдың терісін жалтыратып, адамның мына буын-буынның сырқырауынан, буын-буындардың ақауынан, және де мына шаштың түсуінен, тырнақтың қатаюына өте үлкен көмегін тигізетін осындай Бепи компаниясының Epic Slim кофесі де бар екен. Коллаген бар құрамдарында Epic Slim кофеде де және де Epic Slim коллагенде де екеуінде 12 грамм әр стикта 12 грамм коллагеннен бар екен. Достар, сондықтан осы екі өнімімізде қазіргі таңда біздің әрбір жасушалық өнімдеріміз элеф акселерден кейінгі базалық өнім болып келе жатқанына саналатынына да біздің күмәніміз, шүбәміз болмасын, достар. Енді Бепи компаниясы тағы да бір өнімді бізге ұсынды. Бұл да бізде жақын арада ғана, осы 1-2 жыл ғана болды. Достар, әрбір адам жасушалық өнімдер болсын, болмаса қазіргі таңда ағзаны тазалап алу керек деп есептейміз. Сондықтан ағза тазаланған кезде, ағзадан паразиттер, токсиндер, шлактар кеткен кезінде, достар, адамның өзінің бір еңсесі де көтерілетіні ол айға анық, достар. Сондықтан Бепи компаниясының өте тамаша шайы, бұл біздің дәмді шайы, drink to shrink деп аталынады, достар. Drink to shrink табиғи детокс шайы, яғни құрамында құрма, әулие ошаған, мальва жапырағы, алтей, зімбір, имбір, сондай өнімдеріміз бар, сондай құрамы, сондай дәмді. Сондықтан осындай drink to shrink өнімі бұл органикалық шөптерден жасалынған, ингредиенттерден жасалынған, кофеинсіз, глютенсіз, яғни синтетикасыз тамаша өніміміз ақшта өндірілген drink to shrink өнімі екен. Адамның ағзасын тазартып, мынау шек микрофлорасын жақсартады, және біздің ағзамыздағы өтті, бауырды тазалап шығатын осындай drink to shrink өніміміз екен. Одан кейін, достар, сіздер білесіздер, қазіргі таңда Бепи компаниясы тек қана бізге осы өнімдерді ұсынып қоймай, Бепи компаниясы заманауи ағыммен жүретін өте тамаша компания, достар. Бізге кезінде компанияның өзінің жоғары жағындағы біздің Бепи компаниясының қожайындары бізден сұрайды, яғни сіздерге қандай өнім керек деген уақытта, қазіргі таңда мынандай куркума деген өнім шығып жатыр деген кезде, бізге осындай тамаша Regenerate деген коллаген дәміменен бізге коллагені бар шайды бізге ұсынды, бізде қабыл алдық. Қазіргі таңда осы өнімдерді қолданып, қаншама адамдарымыз тамаша нәтижелерге ие болуда. Regenerate өнімі бұл ең бірінші онкопротектор екен, яғни онкологияның алдын алу, болмаса сол аурумен ауырып отырған адамдар болатын болса, достар, соған да өте көп септігін тигізеді, достар. Regenerate буын-буындарымыздың сырқырауы және буын-буындарымыздың ауруы, остеохондроз, остеопороз сияқты тамаша өте қиын ауруларға бізге тамаша көмектесетін осындай шайымыз бар. Бұны ыстықтай да, суықтай да қолдануға болады. Созылмалы ауруларымыз бар болатын болса, соларға да септігін тигізеді, қан айналымын жақсартады, достар. Көптеген қазіргі таңда осы қан айналымы дұрыс жүрмей, көптеген созылмалы аурулармен ауыратын, суық тигенге қолданылатын тамаша дәмді шайымыз коллаген менен Regenerate өніміміз бар екен. Енді өздеріңіз білесіздер, достар, бізде осы өнімдерді қолданғаннан кейін Бепи компаниясының бәрі жасушалық өнімдер, оның үстіне көптеген микро-макро элементтер бар болғаннан кейін, достар, бізде біздің өнімдердің бәрі су сұрап тұрады. Өйткені, достар, су сұрап тұратын себебі бізде барлығы дерек микро-макро элементтер және дәрумендер құрамында өте көп, біздің ағзамызға пайдалы. 12 жастан бастап компания есептеп қойған, достар. Сондықтан бұны үлкен 12 жастан бастап жоғары қарай үлкен адамдарда қолдана беруіне болады екен, достар. Микрофондарыңызды сәл өшіріп отырсаңыздар, достар, қадағалап отырсаңыздар өте тамаша болатын еді. Бепи компаниясы бізге осындай тамаша өнімді ұсынды. Ол қазіргі таңда Жапон елінде өндіріліп жатқан біздің Hydrate өнімі. Неге десеңіздер, біздің ғалымдардың зерттеуі бойынша, ғалымдардың тексеру бойынша, Жапон елінде мына жасы ұлғайған кісілер мынандай өте белсенді өмір, салауатты өмір сүруіне байланысты. Бұл неге деген уақытта, өйткені 80-ге, 90-ға келген
жатқан адамдар, бұлардың орта жасы 80-90 болып есептелінеді. Егерде біздің мына тмд елдерінде 60-70 жас болып есептелінетін болса, ол жерде Жапон елінде 80-90 жас ол орта жас болып есептелінеді екен. Сондықтан неге бұларда өте жастары ұлғайған кісілер осындай белсенді өмір сүреді, салауатты өмір салты бар бұларда деп ғалымдар зерттеген кезде, ол Жапон елінің бәрінде емес, мынандай құрлық бар, Окинава деген құрлық бар екен. Сол жерде 90-нан 100-ден асқан адамдар өте көп екен. Сондықтан бұл неге деп зерттеген уақытта, олардың суында иондық кальций бар екен. Сондықтан біздің компания соған өте үлкен мән берді, достар. Сөйтіп бізге тамаша өнімді Hydrate өнімін ұсынды, достар. Бұл Hydrate өнімі яғни иондалған сілтілі суды дайындауға арналған өнім, достар. Судың pH деңгейін көтереді, яғни судың pH деңгейін көтеріп, яғни 9-5-ке дейін екен. Норма 7-5-ке дейін болу керек. Өйткені ағзада қышқыл көбейген кезде, достар, сіздер білесіздер, паразиттердің де ол жерде көбейетіні сөзсіз. Ал паразиттер көбейген кезде, достар, ағзамызда ол мынандай жаман ауруларға дейін алып келетіні, ол барлықтарыңызға мәлім шығар. Сондықтан минералдармен бұл жерде микроэлементтер кең спектрлі қамтамасыз етеді, достар. Ол судың деңгейін, pH-ын сілтілендіріп, достар, судың деңгейін 9-5-ке дейін көтереді pH-та, және де суды иондық кальциймен қамтамасыз етіп отырып, судағы шлактар, токсиндер, паразиттер өзіне тартып алады екен. Ал ағзаға бұл су барған кезде, яғни біздің ағзамызда қосымша тазалап өтетіні сөзсіз. Сондықтан бұл өнімді әрбір үйде, әрбір отбасында болу керек деп есептейміз, достар. Достар, қазіргі таңда тағы да біздің өте тамаша өніміміз бар. Ол қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өте бум болып жатыр. Мына әлемде бум болып жатыр. Өйткені әлемде бум болып өте үлкен мынандай тамаша өнім бар екен. Көп адамдар ауыр салмақпенен өте қиналып жүрген көп. Әсіресе мынау Европа елдерінде де, өйткені мынау бургерлер дейді, мынандай сондай айтып жатады ғой, сондай өнімдерді көп қолданылады ол жерде. Сондықтан ауыр салмақтан құтыла алмай жүрген, ауыр салмақ ол біртін келе үлкен ауруларға алып келетіні сөзсіз. Буындарымызға да, жаңағы жүрекке де ол дұрыс емес, қан ағымының айналуына да әсер етеді. Сондықтан компания сол жағында ойланы, бізге тамаша патенттелген биоактивті пептидпен арналған норвегиялық атлантикалық албырттан алынған бізге тамаша өнім, ол Tri-GLP-ді бізге ұсынды, бізде қабылдадық. Қазіргі таңда өте тамаша нәтижелер, осы өнімді қолданып нәтижелер иеленуде, достар. Мұны қараңыздар, бірінші, екінші аптада сіз осы өнімді қолданатын болсаңыз, тәбетті балансқа келтіреді, яғни күні бойы энергия береді, ұйқының сапасын арттырады. Ал үшінші, 8-ші апталарда дейді, трансформация бола бастайды әрбір адамда. Ешқандай күш салмай, айтарлықтай сіз жеңілдеп қаласыз, яғни салмақты кішкене тастайсыз, достар. Содан кейін есте сақтау қабілеті, есту қабілеттері, ас қорыту, метаболизм, адамның ағзасын, денесін тазартып шығарады, яғни табиғи тазартып шығады. Ал 9 аптадан кейін сіз табиғи формаға келесіз, яғни сіз табиғатта бойыңыз қанша, сіз сонша салмақта болу керексіз. 9 аптаның ішінде әжептәуір сіз ел танымастай өзгеріп шығатын осындай біздің тамаша өніміміз Tri-GLP деп аталынады. Енді, достар, бұл біздің ағзамызға керекті. Ағзамыздың ішінде біз не болып жатқанын білмейміз, ағзаға қолданатын өнім. Ал енді біздің мына сыртқы денеміздің терісіне де қолданылатын тамаша өніміміз бар. Қазіргі таңда бұл былтырдан бері осы өнімді біз көптен бері онша мән бермей жүрген едік. Қазіргі таңда осы өнімді қолданып, көп адамдар тамаша нәтижеге ие болуда, достар. Құрамында турмалин, біздің жапсырмалар, достар, патчтар, достар. Құрамында турмалин,
капсаицин, женьшень деген, калий, магний бар. Осындай тамаша жапсырмаларымыз бар. Ауырған жерде тезірек көмекке келетін, тезірек басатын, бертін келе қан ағымын да жақсартады, ағзадағы қанттың деңгейінде қалыпқа келтіретін осындай тамаша өнім. Әсіресе мына спортсмендер, жасөспірім балалар ойнап жүріп жағы бір жерлерін ауыртып алатын болса, мына аяқтағы сүйектер, сол жерлердің ауырсынуы болатын болса, бастарыңыз ауыратын болса, болмаса жаңағы арқаларыңыз, желкелеріңіз ауырып тұрған болатын болса, осы жапсырмаларды қоя қоятын болсаңыз, бірнеше уақыттан кейін, көз ілеспей уақытта сіздің ауырсынуыңыз тезірек басылатыны сөзсіз. Сондықтан осындай тамаша біздің жолаушылар, әсіресе мынау көлік айдаушыларға да өте көп септігін тигізеді. Мына жолаушылардың бел ауыратыны бар, сондайларға тамаша көмектесетін осындай Оливиев Про деген біздің тамаша жапсырмалар, яғни патчтарымыз бар. Денені қыздырып қана қоймай, ауырсынуды тез басатын осындай тамаша өніміміз бар. Енді достар, өздеріңіз көптен бері барлықтарыңыз естіп отырған боларсыздар. Біздің BP компаниясы тек қана біздің денсаулығымызға байланысты емес, біздің ол денсаулығымыз мынау ауа райынан да байланысты екен. Ауаға да байланысты, біз жұтып атқан ауаға да байланысты. Тек қана жеп атқан тамағымызға емес, мынау ауаға да байланысты екен. Ол ауаның көптен бір жаңағы ластануына біздің көліктеріміздің жанар жағармайларының ластануы ол себепкер болады екен. Сондықтан BP компаниясы ол бірақ жерде біздің өте құпия түрде сақталынатын құрамы. Біздің Full Taps деген өніміміз бар. Бұрын үлкен судоходный жаңағы корабльдерде сондай қолданатын осындай өніміміз бар. Біздің жанар жағармайлардың сапасын арттырып, яғни біздің жанар жағармайларды үнемдейтін, біздің техникалық бақылауларды жақсартатын осындай тамаша өніміміз Full Taps өнімі екен. Бұл отын таблеткалары, достар. Бензин шығынын азайтады, отын катализаторы, яғни жанар жағармайларды 15, 17, 30% дейін үнемдейді, достар. Қозғалтқыш қуатын арттырып, жауаптылығын жақсартады, яғни зиянды шығындарды, шлактар бар ғой, біздің көліктеріміздегі күйені азайтады, көліктеріңізден шығып жатқан қызмет мерзімін ұзартады екен. Яғни осындай тамаша өніміміз бар. Міне қараңыздар, достар, бұл жеңіл көліктерге де, үлкен жүк көліктеріне де, автобустарға пайдаланатын біздің Full Taps өнімі қазіргі таңда біздің көлік айдаушылардың көбі бұнымен таныс, және де біз арқылы алған көлік айдаушылары бізге өте риза болып, алғысын да жаудыруда. Міне қараңыздар, достар, сіздің шығыныңызбен бұл жерде үнеміңіз санап қойған, бұл американдық есептеу бойынша шығарылған. Егер де сіздің қазіргі таңда әрбір үйде бір көліктен, болмаса 1-2 көліктен де бар отбасылар бар. Сондықтан, егер де сіздің шығыныңыз бір айда жеңіл көлікке 500 литр болатын болса, онда сіздің үйіңізге айына 34-35 мың теңге үнем қалады екен. Бір жылда сіз 400 мыңнан аса үнем жасайсыз. Осы біздің таблеткаларменен, Full Taps бенен. Ал егерде мына автобус айдайтын көлік айдаушылармен де сөйлесіп көрдік олармен. Егерде сіздің шығыныңыз 3000 литр болатын болса, деп сұраған кезімізде біз одан да көп құямыз деді. Сол кезде 3000 литр болатын болса, онда сіздің отбасыңызға 200 мыңнан аса үнемдеп сіз өзіңіздің теңгеңіз қалтаңызда қалады екен. Ал осы ұдайы қолданып отырсаңыз, бір жылда сіз 2,5 миллиондай сіздің қалтаңызда қалады екен. Яғни отбасыңызға сіздің үнем болып қалады екен. Ал мына үлкен фуралар бар, достар, жүк көліктері бар. Олардан да сұрадық, сіз айына 10 мың литр құясыз ба десек, біз одан да көп құямыз дейді. Сондықтан қараңыздар, достар, 600 мыңнан астам біздің осы Full Taps өнімдерін қолданған жүк көліктерінің көлік айдаушылары бір айда олардың отбасында 700 мыңға шейін үнем қалады екен, дағы бір жылда 8 миллионнан аса үнемдейді екен өздерінің ақшаларын, достар. Сондықтан осы Full Taps өнімдерін қолданып, қаншама біздің көлік айдаушылар осы үнемдеп отыр, және де әрбір біздің серіктестерге өздерінің алғысын да жаудыруда.
достар. Мына осындай біздің өнімдеріміз бар, достар. Қаншама тамаша өнімдеріміз бар. Көп компаниялар сияқты бізде мыңдаған, жүздеген өнімдер жоқ, бірақ бізде 20 нақты өнімдеріміз бар. 20 өніміміз бізде барлығы нәтиже береді. Осы өнімдерді қолданып, қаншама отбасы сақталды, қаншама отбасында тамаша нәтижелер болды, достар. Осындай тамаша өнімменен әрбір үйде нәтиже бар. Біздің өнімдерді қолданған әрбір отбасында тамаша нәтижелер бар, достар. Енді достар, осыны айта отыра, мен өзімді де айтқым келеді, өзімді де. Өзімнің де нәтижемен бөліскім келеді. Мен Райхан Жаманқұлова осы Бепи компаниясының өнімдерімен 2017 жылы танысқан болатынмын, достар. 2017 жылдың аяғында танысып, мен өзім осы Бепи компаниясына денсаулығымды жақсартамын, денсаулығымды түзетейінші деп келген болатынмын. Ол кезде бірақ өнім бар етін, ол біздің Бепи компаниясының Elevate өнімі. Ол кезде менің қан қысым өте жоғары болатын, достар. Күнде 200-ден асып тұратын, қатты көтерілген уақытта 235-ке дейін баратын. Қолым қалтырап тұратын, достар. Ол жаттық өйді. Қолым қалтырап тұратын, ұдайы қалтырап тұратын. Қанттың деңгейі менде 12-14 болатын, достар. Көзімнің көруі де өте нашар еді, достар. 235-ке барған уақытта менің басым қалтырап тұратын. Неге десеңіздер, соның бәрін 10 жыл бойы тексеріп, 10-шы жылы менде қалқанша бездің үлкен мөлшерде екенін табады. Ол 10 сантиметрдей болады, достар. Қазіргі таңда осы 2017 жылдан бастап осы қолданып, мен қалқанша безді отасыз құтылдым, достар, қалқанша безден. Қан қысымым менде қазіргі таңда жасым 59-ға толады жақын арада. 59 жасымда мен қан қысым 120-125, достар, мен космонавт сияқтымын. Қанттың деңгейі бұрын 12-14 болатын болса, қазіргі таңда 4-9-5-1. Мен 3 айдың ішінде 16 келі салмақ тастаған болатын. Өйткені мені мазалаған қанттың деңгейі, қан қысымы, мына қалқанша без. Қазіргі таңда мен нағыз табиғи формадамын. Өстіп жүріп, мен қаншама өзімнің достарыммен, өзімнің жақындарымен, өзімнің бірге оқыған достарымменен, және де өзімнің таныстарыммен бөлісе жүріп, қаншама күнде мен алғыс естеймін, достар. Сондықтан қазіргі таңда Бепи компаниясына, және де осы өнімдерді шығарған біздің ғалымдарға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал біздің осы өнімдерді қолданып, қаншама адамдар тек қана әлеуметтік желіде, достар, миллионнан астам екен нәтижелер. Сол миллионнан астам нәтижелер, достар, әрбір ауруды алып жүрсеңіз, мысалы жүрек қан тамырларының нашарлауы деп алып жүрсеңіз, Бепик деп пәленбай шыға келеді. Қан гипертониктер деп алып жүрсеңіз, көп деп шыға келеді, достар. Әрбір миллионнан астам жаңағы нәтижелердің ішінде біздің де нәтижелеріміз бар сол жерде, достар. Сондықтан қазіргі таңда ол YouTube каналы, Telegram, TikTok, Instagram желісі, сол жерлерде нәтижелер өте көп. Ал мен сіздердің алдарыңызға, достар, тамаша нәтижесімен бөлісетін өзіміздің серіктестерді шақырғым келіп отыр. Ол бүгін біздің серіктестердің ішінде Гүлнара Нұрушева деген Астана қаласынан ба? Гүлнара, микрофонды ала қойсаңыз, сізге микрофонды... Микрофоныңыз ашық тұрды, Гүлнара. Микрофонды ала қойып, өзіңіздің тамаша нәтижеңізбен бөлісе қойсаңыз. Рахмет, Райхан ханым, көп рахмет. Құрметті серіктестер, міне, осы керемет жасушаның арқасында мен сіздердің алдарыңызға шығып, міне, нәтижемді айтайын деп отырмын. Менің есімім Гүлнара Нұрушева, Астана қаласыныкімін, арасында Ақкөлде де жүремін, екі ортада. Пропискам Астанинский дейді ғой. Міне, мен пенсияға шығып 2 жыл бұрын 61-ге келгенде осындай керемет компанияға кезіктім. Оған себеп болған осы партнер Қатима деген құдашам бар, сол маған айтты. Сол айтқан күні мен давлениеден құлап жатқам 3-ші күн. 2024 жылы келдім осы компанияға, маусым айында, маған 2 жыл болады. Мен өте ризамын. Мынау жасушалық өнімдердің бәрі керемет нәтиже береді. Мынау жасушамызды жаңартады. Қазір мен 63-темін. Көбісі сенбейді. Жасарып жатыр ғой енді, жасарып жатырмыз. Енді көптеген букет болезни дейді ғой, орысша айтқанда.
қазақша айтқанда қапшықпен арқалап келдім ғой, тас арқалағандай ауруды осы компанияға. Аяғым ақсақ артроз, давление жоғары 160-тан түспейді, көтеріліп кетеді. Жировой гипотоз, бауыр предциррозный состояние. Одан кейін мынау созылмалы аурулар, өтте құм, өтте олық. 3 жыл қатарынан Сарыағашқа бардым, 0 бесполезно, барғасын қуанып келеміз. Міне енді біздікі солтүстік жақ болғасын тонып барамыз. Март айында барамыз мұғалімдердің жаңағы отпуск каникул кезі ғой балалардың, сол кезде бүкіл мұғалімдер кетеді Сарыағашқа қарай. Сол мен де еріп жолдасыммен жүрдім. Ешқандай не болған жоқ, құмымда түскен жоқ. Ана дюбаж деген клизма жасайды, қайда ол? Әйтеуір ағарып келеміз, жақсы болып көңіл күйіміз. Енді міне керемет өнім тамақтанғасын, тағы да ауруларымды айтып жіберейін. Уже ұмытып жатырмын, шын айтсам, атын да ұмытып жатырмын. Жаңағы хронический бүйрек болды, төмен түскен бүйрегім, бүйректе де мелкий, оң жағында құм болды. Әлсін осылай шаншып тұратын, бірақ оған 0 внимание аударған жоқпын. Және женский жағынан менде постоянно цистит, аяғымнан салқын тисе, және миома маска болды, операция жасаймыз деген. Аяғым мына пандемияның соңғы жылы, 2021 жылы, аяғымда мынау шаптан тромб тоқтады. Маған сонда врачтың айтқаны ғой, Астанада жаңағы скорыймен барғанда. Скорый емес, бірінші УЗИға бардым ғой. Сонда айтты, жаңағы аяғымды көтере алмайды. Онда да ұлым мен қызым бар деп 20 минут қалды, қазір обед кезі тез жетіңдер, а то бітті деді. Мынау қан деген 1 миллиметр кішкентай ғана өтіп жатыр деді. Хорошо, сен Алла деген Құдай жағы сен жағында екен дейді. Жүрегіммен миыңда мынау тоқтамаған дейді, бітетін едім дейді. Сонымен мен солай больницаға жатып шықтым. Аяқ деген былай күмп болып ісіп кетті. Екінші аяғым оң жағы артроз, тізем ісік, бірақ нешке мынау аяғым жуан сөйтіп жүргенде, міне мен маусым айында келдім ғой, 24-25 жылы корпоративке бардым. Екі аяғыма сыймайтын етік, новый етік тұғын. Сол етік сыйып кетті ғой жаңа корпоративте. Керемет әдемі каблугы бар, 5 сантиметр, хотя бойым ұзын болса да, сонда да киіп бардым. Мен Раушан ханым наставнигі міне жерінен келеді, мен сонда да каблугымды киіп бар, осы тыныштық ханымдар, мен айтам, қараңыздар, мына етік сыймаған маған депші. Қазір аяғым ісігі кетті. Енді айтып жіберейін нәтижелерімді. Нәтиже давлением қазір 120/80, тамаша, спортивный давление. Бастағы ауырмайды ештеңе, мынау шаш деген түспейді, беттегі тазарынып жатыр, папиллом деген сүйелдер кетті, оның өзі іштегі паразиттер ғой, бәрі тазарынды. Почти 13 килограммдай салмақ тастадым. Мына подбородығым бар тұғын, көзім жіпсейіп кеткен, бетім мынандай табақтай былай да, табақтай кәдімгі. Денемдегі мына жерде желкемде деген анандай дұрыс жиналып қалған, бүйтіп басымен давление, бүйтсе мынаның бәрі шырқылдайтын кәдімгі былай мынау, шыныны былай езіп атқандайшы. Қазір ешқандай шырқылдамайды да, мен мынандай крючок қой, крючок қылып істей аламын былай, жетеді қолдарым. Аяғымдағы артроз кетті. Мынау 58-дің құдіреті, ой, қасымдан алып кетіппін ғой. Құдіреті да, мен тек қана 58 іштім, өйткені пенсионер резко алуға уже ақша да болмай қалды, айдың несі ғой, ортасы. Сосын біреуін алдым, одан кейін тағы Раушан ханымға айттым, тағы алып көрейін. Пока тіркелмеймін депші, 3-еуін алдым. Содан кейін өзім туған күнім болу керек, октябрь айында. Сентябрьдің 29-ында, 24 жылы УЗИға барғанда керемет, давлением 120/80. Жировой гипотоз, который циррозаға айналып баратқан. У вас печень как у младенца деді. Ешқандай точка да жоқ дейді. Жас сәбидің бауырындай, міне тамаша. Сонда 58 ішкен, енді одан кейін ночной бәрін ішіп жатырмын ғой, тамақтанып жатырмын, шүкір. Артрозым тексерттім, мен ақсамай бардым. Артрозыңыз ешқандай, зачем вам операция деді. Алдында мына тромбпен түскенде, аяғымды баса алмай жүрмін дегенде, УЗИдан өткенде хирургтер айтты. Сіздің аяғыңыз, анау жүйткісі жоқ, сүйықтық мына тізеде. Сізге специя қоямыз деді. Бірақ сіздің қаныңыз қою, қазір тромб тоқтағасын. Сол үшін сіз мынау дәрілерді ішіңіздер деп үйіп бер. Дәрі деген бауырдың дәрісі, асқазан дәрісі, алдында яз болған хронический да. Бүкіл дәрілер бар ғой, давлениенің дәрісі. Көлік алып жүремін өзімен. Уколды да салып үйрендім. 42 жыл ауырдым ғой мен. Студенттік кездің 4-ші курсына. Сол міне, қазір бауырым, жас сәбидің бауырындай. Артроз деген жоқ. Скакалкіден секірем, билейм. Керемет енді. Денем бәрі пластичный. Енді клеткілерім жасарып атқасын, өзімді өте жақсы сезінем. Жас сезінем. Еш жерім ауырмайды. Спокойно тұрам, спокойно жатам. Артроз деген жоқ. Тамаша. Варикоз кетті. Сосын бір айтатын ұмытып кете берем мен осы.
Мен оқып жүргенде 9 класста как раз выбор болды, 78 жыл ма, сондай жыл 79 ба. Үй өртеліп, мен күйгенмін 90%. Міне құдірет та, мынау керемет өнімдердің арқасы, жаңағы коллагені бәрін ішіп жатырмын ғой, реджейнер, кофе бәрін. Мынаның бәрі күйген тұғын қолым. Мына қараңыздар, қазір бірдей болып көрінеді ғой да. Мынаның бәрі күйік, мына жерде міне шырамдар қып-қызыл тауықтың етінде болған, бәрі кетіп жатыр. Арқаларымда болған, екі жақ аяғымда. Мен никогда мынандай қысқа жең кимейтінмін. Мен ұялатынмын студенттік кезде да, былай ұзын жең киетінмін. Ана лямочки деген өмірге көрмеппін жас кезінде. Қазір үйде маечки киіп аламын, рахат. Мына көрінбейді, міне. Қаншама терідегі мынау дақ, күйік, жаңағы неше түрлі ана қышыма аурулардың бәрі кетіп жатыр ғой, жұрттарда кетіп жатыр. Мен ризамын осы компанияны ойлап тапқан денпатымдар, құрған жаңағы семьяға, жанұясына мыңда бір алғыс айтамын. Және де осы компанияны алып келатқан Ғалия жаңа Бекеновнаға алғыс айтамын. Мынау жоғарыда келатқан бүкіл біздің мына наставник та, тәлімгерлерге мыңда бір алғыс айтамын. Және де дүниежүзілік мынау 10 ғалым, медицина ғалымдарының ұжымы да бізде бәрі де керемет, Нобель сыйлығының лауреаты. Оның бәрін Алла тағала берген ғой, ол кісілерге құдіретті. Мыңда бір алғыс айтамын. Қазір денем сау. Конечно, мен таза жазылдым демеймін, бірақ ауырмаймын. Өйткені 30 триллион бізде клетка, жасуша, сол жасуша тамақтану керек. Кейбіреулер менің мынау тіркелген адамдар айтады, 1 ай іштім, 6 ай іштім, 8 ай іштім. Мен айтамын, сен 60-қа келдің, 65-ке келдің. Сенің денең бәрі әлі тазарынады ғой. Қаншама шлак, қаншама сен дәрі іштің деп. Рахмет, Гүлдара. Бұл Рахмет. тамақ біздің клеткамыздың тамағы. Рахмет айтам сіздерге. Рахмет айтам. Компания жасай берсін. Алға Бепик. Рахмет. Рахмет. Райхан ханым, Өте тамаша нәтиже, Гүлнара. Өсіңіз, командаңыз өссін, өніңіз, үлкен әлемдік команда болсын, командаңыз. Әйтеуір алдыда, әрдайым алдыда жүресіз, сондықтан сізге үлкен алғыс айтамын, өзіңіздің мынандай тамаша нәтижеңізбен бөлістіңіз, тамаша. Енді достар, бізде келесі кезекте осы тамаша нәтижесімен бөлісетін, бізде тек қана әлемнің шет-шетінде ғой, біз мына Қазақстандағы біздің серіктестердің нәтижесімен бөлісіп жатырмыз. Біздің арамызда кішкене ғана біздің өзі жасөспірім баламыз бар. Көбі білет, өзі жас болса да, қаншама біздің өзі жан жағына өзі тамаша пайдалы өнімдерді айтып, тамаша нәтижемен бөлісуде. Сондықтан нәтижесімен бөлісіп қана қоймай, қаншама адамдар осы біздің Ернат арқылы, қаншама адамдар өздері тамаша нәтиже көруде. Сондықтан бізде Жамбыл облысы Құлан ауданынан біздің Ернат Пернебай деген жасы 13-те өзінің, достар. Біздің серіктесіміз, сол жігіт өзінің нәтижесімен бөліссе, өзінің кереметтей өзінің нәтижесі бар, және де табыс көзі бар Ернаттың. Ернат, микрофонды ала қойсаң өзің, сөйтіп өзің тамаша нәтижеңмен бөлісе қойсаң. Сәлеметсіздер ме, достар? Мен атым Ернат Пернебай, Тараз қаласы Луговой деген ауылда тұрамын. Осы Бепик компаниясының өнімдерінің арқасында мен геморрагический васкулит деген аутоиммунный аурудан жазылдым. Осы базалық өнімнің арқасында. Мен октябрь айында 2024-тің мен экстренный больницаға жаттым. Геморрагический васкулит болып, аяғымның бәріне сыптар қаптап кетті. Сол кезде анам маған осы Елев 8-ді бір ғана капсуламен маған әкеп беріп жүрді. Соны ішіп жүрген кезінде анализім жақсы болды. Өте керемет нәтиже алдым осы компаниядан. Маған жазылмайды деді, сен ауруын деді. Осы өнімдердің арқасында мен толыққанды жазылдым. Және гормон іштім. Гормоннан нәтиже алған жоқпын. Осы өнімдердің арқасында гормонды тастадым. Мінекей, базалық өнім және бикарди өнімдерінің арқасында қазір менде геморрагический васкулит деген жоқ. 5-ші стол диета деді. 5-ші стол диетаға тек қана су ғана кіреді. Осы өнімдердің арқасында мен қазір барлық тағамдарды жей берем. Және де түшкірсең, тұмауратсаң, маған васкулит шығып кетеді деді. Осы өнімдерді іштім, соның арқасында маған васкулиттер шыққан жоқ. Анализдерім жақсы, керемет өнім. Осы енді нәтижем.
Ернат, тамаша нәтиже, өте керемет. Біз сенің әрбір жеткен жетістігіңе, денсаулық жайлы жеткен жетістігіңе, әрбір қадамыңа қуанып отырамыз, Ернат. Ернат, қазір енді өзің жаста болсаң, команда құрып жатсың, иә? Команда құрып жатсың, Ернат, айта қоясың ба? Бізде көптеген серіктестер осындай тамаша табыс жөнінен де нәтижеге ие болып жатыр. Соның ішінде өзің де барсың. Сондықтан, Ернат, өзіңнің табыс көзіңменен құпия болмаса бөлісе қойсаң. Иә, мен табыс көзім 2 айдың ішінде мен $1000 таптым осы BP компаниясында. Мінекей командам бар қазір, Құдайға шүкір. Және де өнімдерді қазір тегін ішіп отырмын. Осы өнімдерді. Мен қазір табысым керемет енді. Ай сайын бонус жизнеларды жабам. Осы BP компаниясына алғысымды айтам. Және де табыс көзі күшті енді, достар. Осы және де. Ернат, табыс көзін сол команда, сенде команда құрылып жатыр, иә, қазір үлкен әжептәуір команда құрылып кетіп бара жатыр. 2 айда, достар, сіздер сенесіздер ма? 2 айда тепсе темір үзетін жігіттер 2 айда сондай $1000 ақшаны тауып жатыр. Біздің Ернатта 13 жасында. Көз тимесін енді, тіл көзден аулақ бола ғой. Команданы қалай құрдың? Қай жақтан келді саған команда? Біреу көмектесті ма? Мен көмектестім ба? Жоқ, маған TikTok арқылы келді. Алматы қаласынан және Үрімжі қаласынан, Қытайдан және Тараз қаласынан маған серіктестер келді. Осы BP компаниясының өнімдерінің арқасында TikToktан таптым. Осы Мәні, достар, Ернат, командаң үлкейсің, рахмет саған, үлкен алғыс, және де үлкен саған алдыңа қойған армандарың бар. Соған мақсат қойдың сен, қазір нәтижеге жоспар құрып жатсың, сол нәтиже болу үшін. Сондықтан нәтижелерге жете берді, Ернат. Командаң үлкейіп, тек қана Қазақстаннан емес, әлемдік команда болуына да тілектеспін. Рахмет саған, Ернат. Міне, достар, көрдіңіздер ма? Біздің бизнеста үлкен болмаса кіші деген жоқ. Кішісі де табылады табысты, үлкені де табылады. Ал енді, достар, бізде тағы да серіктестер бар. Тамаша нәтижеге ие болып жатқан достар, мұқият тыңдасаңыздар. Бізде осы BP компаниясында көптеріңіз танисыздар. Интернет желісінде де жүр. Сол кісіні көріп, қаншама адамдарымыз, қаншама біздің серіктестер өздері жақындарына көмектесуде, өздеріне көмектесуде. Сондықтан бізде осы BP компаниясында Diamond, яғни жақұт гауһар дәрежесіндегі, бриллиант дәрежесіндегі біздің серіктесіміз Астана қаласынан үлкен команданың көшбасшысы Раушан Кабижанованы қарсы алыңыздар, достар. Сондықтан оттарыңыз, гүлдеріңіз болса, шашып қойыңыздар оттарыңызды. Раушан, өзіңізде микрофон ала қойсаңыз. Раушанның тамаша. Сәлеметсіздер ме? Рахмет, Райхан. Прям керемет ниетіңіз, өзім ұялып қалдым ғой. Осы компанияға 2017-де келдім. Ол кездерде енді мен вообще негізі даусым шықпайтын, мұтшақ болатын, давлениемен учетта тұратын, сосын басыма ми ісігі деп онкология диагнозын қойған. Басында осы өнімдерді туған апам ұсыныс берді. Сенбеушілік болды, енді өлесің ба деп. Туған туыстарымды аяп осы өнімдерді жеп көрдім. Бірақ керемет нәтиже алдым. Енді сенбесем де, бірақ осы өнімдерді керемет жақсы көрем. Сол аллергиям кетті, бас ауруым кетті, давление мазаламайды, цистит, жаңа медицинада істесем де, бірақ ол кездерде енді жас кезімде постоянно ауыра беретін. Қазір өзі 9 жыл болды, ешқандай ауру мені мазаламайды. Аптеканың жолын ұмыттым, больницаға қаралмаймын. Жалғыз өзім емес, енді папам жасы 91-де, тоже күш қуаты керемет жақсы. Қызым 32 килограмм салмақ тастады. Туған туыстарым, жолдастарым барлығы осы өнімдерді жеп, қаншама кісілердің батасын алып жатырмын. Бұл өнімдерді енді басында ешкімге айтпаймын деген адам менмін. Сосын енді 2 жыл бойы жұмыс істемегеннен кейін сестрам осы бизнес істеуге ұсыныс берді. Мен айтқам, сіздердің бизнестер маған керек емес. Енді мынандай керемет нәтиже алғаннан кейін қазір бүкіл
қандай кісіге болса да айтуға тура келеді, өйткені айтуға ұялмаймыз, нәтижелер өте керемет, тамаша. Сондықтан рахмет. Бірінші Ғалия Серғазина осы компанияны сақтап қалған үшін бүкіл серіктестерге бәріңізді жақсы көрем, сыйлаймын. Өнімдер енді керемет, тамаша. Рахмет сізге. Тамаша, рахмет. Раушан, рахмет, уақытыңды бөліп, біздің осы нәтижеңізбен бөлісе қойыңызшы. Қаншама біздің серіктестер күтіп отыр, сіздің нәтижеңізді естігісі келіп отыр деген уақытта бір сөзімізді тастамай, иә, мен бөлісем. Өйткені қаншама адам мен арқылы қаншама өзінің туыстарына, достарына көмектесіп жатыр деп. Рахмет, Раушан, сіз енді үлкен команданың көшбасшысыз, одан сайын үлкейе берсін. Әлемдік деңгейде команда құрып, сіз үлкен арман мақсаттарыңыздың орындала беруіне тілектеспін, Раушан. Рахмет. Енді достар, бізде жаңадан өсіп келе жатқан командалар да бар. Ол қазіргі таңда команда болған уақытта да бүгін міне таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға шейін ба, 7-ге дейін ба бір орында отырдым, достар. Өйткені офиста адамдар босаған жоқ бүгін. Адамдар бірі келеді, бірі кетеді, бірі келеді, бірі кетеді. Ол жаңағы біздің серіктестер, осы соның бірі біздің үлкен әжептәуір команда бар. Жаңадан болса да үлкен команда құрып жатқан бізде Асылбек Әбдікаримов деген жігітіміз бар, осы серіктесіміз бар. Өте белсенді, сондықтан сол кісінің командасы осы Тараз қаласында бүгін әбден шұғылдаттық. Сондықтан сөз кезегін бір команданың көшбасшысы Асылбек Әбдікаримовқа сөз берсек. Асылбек, микрофонды ала қойсаңыз, өзіңіздің тамаша нәтижеңізбен бөлісе қойсаңыз, және де команда қалай келіп жатыр, сол құпияңызбен бөлісе қойсаңыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті Бейпек отбасы. Бейпек отбасы өйткені отбасымен құралған сондай күшті компания. Бүгін керемет барлықтарыңыз көріп отырмын. Керемет жаңағы көңіл күйлеріңіз жақсы. Бүгін шынымен де керемет күн болды. Деп ойлаймын, өйткені тамаша кездесулер өтті. Жүрегімен де қуанышқа толы. Алла қаласа бұл үлкен осы мақсаттарға, осы армандарымызға алғашқы қадам деп ойлаймын. Бүгінгі келген Тараз қаласындағы қонақтарға қош келдіңіздер. Енді өзім таныстырып кетті. Осы BP компаниясының бренд серіктесімін. Осы компанияға қосылғаныма 3 айдан шамаласты. Осы уақыт ішінде өмірімде үлкен өзгерістер болды. Енді алғашқысында мен өзім көрінбей тұрмын. Көрініп тұрсыз. Жақсы көрініп тұр, Асылбек. Алғашқысында мен осы компанияға жанармай үнемдейтін осы катализатор өніміне қызығып келдім. Бірақ келе сала байқағаным, мұнда тек автокөлікке емес, адам денсаулығына арналған сондай өте сапалы, жоғары деңгейдегі өнімдерді сондай бар көзім жетті. Өзім осы келген кезде асқазан мәселесімен ұзақ уақыт қиналдым. Өтте 1,6 санти жаңағы тасым бар болатын. Асқазан, ұйқы безі, сосын бауырымда май басты деп маған сондай не шығарып берді. Операция жасау керек, өтте алып тастау керек деп. Сосын мен ойланып жүргем. Диетада жүрдім. Сол диета ұстап, соны майлы тағаммен бас тартып, түрлі ас қорыту дәрілерін ішіп, мезейім жаңағы аптекадағы. Сосын үлкен дәреттегі несі онда тамызып, каплямен тамызып ішетін үлкен жаңағы несі қатып қалып нететін ғой, үлкен дәретке шығатын енді ұятта болса. Соны аптекалардан постоянно қолданатын, сол нелерін ішіп. Бірақ ол нәтиже уақытша ғана болатын. Мен осы компанияда кездесуге барған кезде LF8 капсуласын алғашқы рет қабылдағанда
нәтижесі бірден сезіндім. Өйткені шайнап кәдімгідей сумен ішкен кезде асқазаныма кәдімгідей барған несін сезіп, кәдімгідей жеңілдеп, тамағым жаңағы қатып тұратын, су ішіп, шай ішіп шыққан сол кезде. Асқазаным қозғалмайды, как будто тас тұрған сияқты болатын. Сол тамақ қорытуды жақсарды, сразу сезілді, өйткені кәдімгідей өзі ішінде асқазаныма элефосин барған кезде жұғырдай бастады асқазаным, кәдімгідей қорытылып, кәдімгі уже сезіп отырдым. Сол сәттен бастап Жақсы. жаңағы өнімге вообще ғашық болдым десем болады. Сенімім артты, ауырсыну азайды, кәдімгідей сездім сол бір капсуланың өзінде. Енді мен қазір еркін тамақтанам, жаңағы диета ұстап жүрген жоқпын. Осы дәрі-дәрмектер тәуелді емеспін, қолданбаймын, мезим дегенді қолданбаймын. Жаңағы жұмсататын анандай каплялар бар аптекада, оны қолданбайтын болдым. Ең бастысы денсаулығымыздың жақсарғанын сезіндім. Енді бұл мен үшін үлкен нәтиже. Енді былай қарағанда бүгін мен ең сапалы өнімді таңдағаныма, бренд таңдағаныма, дұрыс шешім қабылдағаныма қуаныштымын. Осы компанияға шақырған тәлімгерлеріміз, алғысым шексіз. Руслан мырза бар, Махаббат ханым бар, ерекше алғыс Райхан ханымға. Енді Алла қаласа барлығымыз командамен, бірлікпен, мықты командамен үлкен табысқа жетеміз. Әлі талай, Алла қаласа, биіктерді бағындырамыз. Енді командамыз енді жайлап осы бұрын жұмыс компанияда жасаған өзімнің командамдағы адамдар бүтіндеп осы қарай алып келе жатырмын. Енді алда TikTok бар, мен де TikTok'ты қолданып, сол неден шықсам деген ойым бар. Сол Рахмет, Асылбек. осы отырған командаларым болса, барлықтарыңызға тағы да алғысым шексіз. Бұл жерде енді жүйе командамен жұмыс жасасақ, командамен өсеміз. Сондықтан белсенді болсақ, міндетті түрде нәтижесін көретін боламыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет, Асылбек. Енді Асылбекті енді сіздер білесіздер, достар, өзі командалар жаңадан келіп құрылып жатыр да. Сондықтан қаншама біз осы Асылбекке қарап, қаншама көздер қарап отыр. Сондықтан қобалжып отыр, бір шетінен команда құрылып жатыр. Сондықтан Асылбек, сен бүгін шығасың деп жаңағы қоймағаннан кейін қазір Асылбек те шықты. Асылбек, үлкен рахмет, тамаша нәтиже. Негізінде Асылбекте өте тамаша нәтиже, және де үлкен командада құрылып бара жатыр. Сондықтан Асылбек, бұдан да сенің тоқтамайтын мен өзім көзім жетеді. Сондықтан үлкен команда құрып, әлемдік команда тілеймін, үлкен көшбасшы болып, алдыға қойған арман мақсаттарың, қызыл кілем деп жатырмыз, сол қызыл кілемнің жүріп өтуіңе Құдай қаласа тілектеспін. Рахмет, үлкен алғыс, достар. Міне, достар, көрдіңіздер ма, қаншама бізде нәтижелер бар. Тамаша нәтижелер. Бұдан да басқа, бұл сіздердің көріп отырғаныңыз қолмен, саусақпен санарлық біздің нәтижелер тек қана алдарыңызға шығып. Өйткені бізде Zoom желісі ол әрдайым регламент болады. Сондықтан біз көп көрсете алмаймыз, бірақ апта сайын шетінен көрсетіп келе жатырмыз. Беби компаниясы бізде тамаша ғажайып өнімдерден басқа, тамаша бізде маркетинг жоспарында ұсынып қойды. Өнімдерден басқа, достар. Әрбір адам жақсылық жасай отыра, сіз үлкен табысқа да кенеле аласыз. Сондықтан Беби компаниясының бүгінгі ең тамаша, ең жомарт маркетинг жоспары бар тамаша компания екеніне көздеріңіз жетеді бүгін, достар. Беби компаниясының тамаша өнімдерінен басқа 8 түрлі тамаша табысы бар екен. Әрбір адам соны жасай алады, достар. Өйткені бұл компанияның өнімдерінің бәрі айдан анық
ашықтан ашық болатын болса, маркетингтің де ешқандай құпия жолы жоқ екен. Тек қана барлығы интернетте қарасаңыздар өздері ашық тұр, достар. Сондықтан бүгінгі таңда ең ақшалы маркетинг жоспары бар. Жаңадан келген серіктестер алғашқы күндерден бастап табысқа шыға алады, достар. Процент емес бұл жерде. Ешқандай пайыз емес, ешқандай өнімдермен бермейді сіздердің табыстарыңызды. Ақшалай береді, долларлай беретін осындай тамаша Америкадан шыққан біздің Бепик компаниясының маркетинг жоспары. Басқа компанияларға қараған уақытта жаңадан келген серіктестер 10-15 есе табыс көзі өте жоғары екен. Ал көшбасшылардың табысы болатын болса, басқа компанияларға қараған уақытта 5 есе, 10 есе көп екен. Басқа компанияларда автобонус деп жатады, автокредит деп жатады, достар, пәтер деп жатады, достар. Ал бізде олар жоқ. Біз осы нақты ақшаға, кредитке кірмей, жаңағы лизингқа кірмей, сіздер көлік те ала аласыз, пәтер де ала аласыз, саяхат та жасай аласыз. Тек қана маркетингке көңіл бөліп жасасаңыздар болды деп жатыр компания. Бізге компания мүмкіндіктің бәрін ұсынып қойған. Сондықтан бүгінгі таңда компания бізге өзінің табысынан емес, бүткіл тауар айналымнан, достар, 60%-дан жоғары бізге табыс көзін береді, достар. Сөзіміздің дәлелі болсын, мұқият тыңдасаңыздар, достар. Мына схеманы көрсетейін. Ең тамаша схема осы, достар. Ең қарапайым тәсілменен, өздеріңіз белсенді болсаңыздар, ең қарапайым тәсілменен осындай табысты сіздер ай сайын алып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ең бірінші табыс көзіміз, 8 түрлі табыс көзіміздің біреуі, ол рефералдық бонус, ол 35 доллардан жоғары екен. Ол бізге CV-дан 50% береді екен, достар. Әрбір шақырылған танысыңыздан, әрбір компанияға бір адамды қостыңыз ба, танысыңызды шақырдыңыз ба, компания сізге осындай клиент алып келгеніңіз үшін сізге 35 доллар төлейді. Қазіргі таңда бұл 18-19 мың теңге әрбір. Бұл классика деп аталынады. Бұның шектеуі жоқ. Күнде шақырасыз ба? Жоқ, аптасына бір рет, айына бір рет, жоқ, жылына бір адам шақырасыз ба? Оны өзіңіз білесіз. Болмаса, күніне бірнеше адам қойып жатсаңыздар да, әр адамыңыздан 35 доллардан жоғары қарай сізге табыс көзін төлейді екен, достар. Енді біз сіздерге тамаша бір схеманы көрсетейін, достар. Бұл 2-2 схемасы дейді. Мына, достар, сіз келдіңіз компаниядан, бұл сіздер өнім алдыңыздар, достар. Кәдімгі дүкенге барып өнім алған сияқты өнім алдыңыздар, достар. Компания сізге тікелей сіздің өніміңіздің тапсырысы біздің өндіріске барып түседі. Ортамызда жаңа айта кеттім, делдал жоқ, делдал болмаған, ең жалған өнім жоқ. Тікелей өндірістен сіздің үйіңізге шейін алып кеп береді компания, достар. Сондықтан сіз келдіңіз, тапсырыс бердіңіз, және өзіңізбен бірге 2 адамыңызды шақырдыңыз, достар. 2 адамыңызды шақырдыңыз, ол 35 доллардан, мына 2 адам шақырсаңыз, 70 доллар таптыңыз, достар. Қазіргі таңда ол 36-38 мың теңге, достар, 2 адамыңыздан. Және де сол 2 адамды үйреттік. Ол барлығымыз жабылып осы Zoom желісінде тікелей кездесу, онлайн, офлайн кездесулерде барлығымыз жабылып үйретіп жатамыз, достар. Сондықтан, мына, достар, қараңыздар. 2 адамыңызды сіз дәл өзіңізде үйреттіңіз. Мына 2 адам шақырсаңыз, бұлар да 35 доллардан табады әрқайсыдан. Және де 2-ші адамыңызда. Сол кезде мына 2-2 деген схема құрылды. Яғни 2 адам шақырдыңыз, 2 адамыңыз 2 адамнан шақыра келді. Сол кезде компания сізге 100 доллар келесі айдың 15-інде тағы да төлейді, достар. Алдындағы 70 доллар мен 170 доллар теңгемен шаққан уақытта 90-95 мың теңге, достар. Сіздің, егер де жұмыс істеп отырған болсаңыз, сіздің жұмысыңыздың айлығына қосымша табыс, достар. Ал енді, достар, бір адамды артық шақырып жіберсеңіздер, бұл 3-3 схемасын қоссаңыздар, достар, 3 адам шақырып жіберген болсаңыздар, 35 доллардан, достар, сіздерге компания 105 доллар төлейді. Ол 105 доллар дегеніміз қазіргі таңда 54-55 мың теңге. Ал енді сол 3 адамды дәл өзіңізде үйрететін болсақ, достар, қараңыз, оларды 3 адамнан шақыратын болса, мынандай схема құрылады. 3 адам 3-3-тен 3-3 схемасы, достар. Сондықтан компания сізге осы схеманы құрған кезде, компания сізге 15-інде
$300 тағы да төлейді. Алдындағы $105 мен $405, теңгемен шаққан уақытта 210-230 мың теңге дейді достар, доллардың курсына байланысты. Енді достар, 4-4 деген схема бар. Сіз бір айда 4 адам шақырдыңыз. $35 компания $140 шақырды, төледі сізге. Онымыз қазіргі таңда 76-77 мың теңге. Ал енді осы 4 адамнан шақырып үйретсек біз, достар, сол кезде компания сізге тағы да $500 төлейді. 4-4 деген схемасы шыға келеді, достар. Мынандай команда. Алдындағы мына $140 мен $500-ыңыз $640, теңгемен шаққан уақытта 330-350 мың сіздің бір айлық табысыңыз болады, достар. Одан да жоғарғысын тапқыңыз келсе, бір адамды тағы да артық шақырып жіберіңіз. Ол 5-5 деген схема шыға келеді. Мына $35-дан әрбір адамыңызға төлесе, $175, $175-ыңыз 95 мың теңге болады, достар. Және де ол адамдарды 5 адамнан шақыратын болса, мынандай схема үшін компания сізге тағы да $700 төлейді. Алдындағы $175 мен $875, теңгемен шаққан уақытта 486 мың екен, осы жақын арада санадық, достар. Бинарыңызбен бірге бір айда сіз $500 000 ақшаға ие боласыз, достар. Қараңыздар, я? Небәрі сіз 5 адамға ақпарат бердіңіз, және оларды өзіңіз сияқты үйреттіңіз, достар. Сол кезде енді осы схеманы ай сайын құрып отырсаңыздар, достар, мынандай схеманы 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 деп отырсаңыздар, сол ақшаны төлейді де отырады. Егер де мына схеманы жасап отырсаңыздар ай сайын мына схеманы, бұл ақшаны алып отырасыздар. Сол команда, басында құрған командамен. Одан кейін компания бізде ДНП-нан Қазақстанда болған кезде бізге тамаша схеманы үйретті, достар. Сіз, достар, өздеріңіз қазір отырсыздар, я, барлықтарыңыз. Ойланып қараңыздаршы, бір жылда сіздер қандай нәтижеге жеттіңіздер? Осыдан бір жыл бұрын сіздер қандай едіңіздер, қазір қандайсыздар, достар? Ойланып көріңіздерші. Ал біз бір жылда біз өмірімізді 180 емес 360 градусқа өзгерте алады екенбіз. Тек қана компанияға 2 адам шақырып, соларменен жұмыс істеп, достар. Сондықтан ДНП-ның осы Қазақстанға келген кезінде бұны да үйретті. Ең оңай жолы, достар. Мына схема 1-ден 12-ке шейін мені көрсетіп қойған. Бұл 12 ай, достар. Бір жыл деп отырғаным сол. 12 ай. Бірінші айда сіз 2 адам қостыңыз, отырдыңыз, достар. Сізге компания $70 төледі, 1/5 ол бинарыңыз, достар. Екінші айда осы адамдарды қозғадыңыз. Сен де мен сияқты табыстап деп. Олар да 2 адамнан қосқан кезде сіздің табысыңыз үлкейді, $121 болды, достар. Үшінші айды қараңызшы, сол 2 адамнан шыққан, бұлар да 2 адам, олар да 2 адамнан шақырған кезде сіздің табысыңыз тағы да көбейді, $150 болды. Тағы да келесі айда, 4-ші айда 210, 5-ші айды қараңыз, 6-ші, 7-ші айды қараңызшы, достар. 7-ші айда сол 2 адамнан шыққан командамен жұмыс істеп келе жатсыз, басқа адамыңыз жоқ, сол 2 адаммен жұмыс істеп келе жатсыз, достар. 7-ші айда сіздің табысыңыз $1875 болды. 8-ші айда 3675. Мына 9-ші, 10-ші айды қараңызшы, достар. 10-ші айда сіздің бір айлық табысыңыз $14,000 болды. 11-ші айда $28,000 болды. 12-ші айда сіздің бір айлық табысыңыз, достар, $57,330 болды. Қазіргі таңда 25-26 миллион теңге бір айда табатыныңыз, достар. Не бары кезінде, анау жылдың басында 2 адам қостыңыз, және тек қана сол команда. Әрқайсысы 2 адамнан шақырып, команда құрылып келе жатыр. Солармен ғана жұмыс істеп жатырсыз, достар. Сол кезде 12-ші айда сіздің табыс көзіңіз $57,330 болды. Ай сайын сіз 25-26 миллион тауып отыруға мүмкіндігіңіз бар, достар. Сондықтан ойланып қараңыздар. Міне ақша деген, BP компаниясында ақша деген міне жатыр, достар. Ал енді осындай BP компаниясының осындай өнімдерді айту үшін, мынандай үлкен жетістікке жеткен, саяхаттап жатқан, пәтер алып жатқан, қос-қостан пәтер алып жатқан, қос-қостан көлік алып жатқан біздің арамызда серіктестер бар. Солармен де кездесу үшін бізде онлайн, офлайн кездесулер болады. Zoom желісі аптасына 5 рет, қазақ тілінде болады, командалық зумдар болады. Соған қатысыңыздар, көп нәрсе үйренесіздер, достар. Және де, қараңыздар, бизнес интенсив деп аталынады. 11-12 сәуірде Алматы қаласында
Достар, бізде үлкен осы Қазақстан, мынау жақын елдегі Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты елдерден біздің серіктестеріміз жиналады, достар. Алматы қаласында. Сол жерге барып, барлығымыз үлкен жетістікке жеткен серіктестерімізді, және де жаңадан қосылған серіктестер барлығымыз бас қоса аламыз. Сол жерде мүмкін күшті энергия болады, күшті мотивация болады, достар. Соған қатысайық, соған жұмыс істейік. Марапаттау сәті болады, үлкен марапат. Жаңадан келген серіктестердің марапаты болады, достар. Жетістікке жеткен. Кеше ғана келе салып, бір айдан кейін үлкен жетістікке жетіп жатқан серіктестердің марапаттау кеші болады, сыйлықтар болады, шоу болады, достар. Өте тамаша біздің үлкен серіктестермен, топ лидерлермен, топ көшбасшылармен кездесе аламыз, достар. Міне осындай кездесуге барлықтарыңыз шақырамыз. Ал әрбір аптаның жексенбі күндері әрбір қалада біз әр күндері біздің серіктестермен кездесу, және де Алматы, Астана қаласын және басқа қалаларда бізде онлайн кездесулер болып тұрады, достар. Соған қатысыңыздар әр қаладан. Міне сіздерде осындай Бепик компаниясының осындай тамаша өнімдерімен және де тамаша ғажайып нәтижелерімен мен сіздермен таныстырып отырмын. Көріңіздер, өздеріңізді шақырған, өздеріңіздің спонсорларыңызға, көшбасшыларыңызға, тәлімгерлеріңізге осы зумнан кейін міндетті түрде хабарласып, тағы да бір ақпарат алып қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, тағы да күнде спонсорларыңызбен хабарласып отырсаңыздар, жетістікке жетпей қоймайсыздар, достар. Сондықтан мен сіздерге барлықтарыңызға айтам. Сіздер әрбір біздің осы жерде отырған серіктестер, достар, бұндай ақпаратты берген кезде әрбір адамыңызға сіздер ойламаңыздар. Сіздер әрбір адамға кезінде сізге де жақсылық жасап кеткен адамдар. Әрбір сізге ақпарат берген адам сіздің өміріңізді 180-нен 360 градусқа шейін өзгертті, достар. Сондықтан сол адамдарға рахмет айтып, осындай Бепик сияқты алып компанияда көп адамдардың қолы жетпей жүрген компанияға сіздің қолыңыз жеткеніне рахмет айтып, алғыс айтыңыз. Ал сіз ол адамдарға, өзіңіздің жақындарыңызға ақпарат беретін болсаңыздар, сіз яғни үлкен жақсылық жасадыңыз. Ертең күні сіз де алғыс алып отырасыз, достар. Сондықтан менің айтпағым, достар, әрбір адам жақсылық жасау керек бұл өмірде. Сондықтан, достар, жақсылық жасайық, жақсылықтың жаршысы болайық, жақсылық жасап бәріміз жарысайық, сол кезде күнделікті алғыс алып отырамыз, достар. Келесі кездескенше аманшылықта, саушылықта болайық, достар. Бай, қуатты болыңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болайық барлығымыз. Рахмет. Күшті, тамаша.